Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен үй жағдайында өте жұмсақ, өте дәмді болып шығатын және үй жағдайында өте оңай дайындалатын бургердің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен біз бургеріміздің булочкасын дайындаймыз. Жылы суымызды, жылы сүтімізді және сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Бізде тұз, дрож және құмшекер барлығын салып араластырып аламыз. Одан соң ситадан өткізілген ұнымызды салып, қолымызбенен қамыр илейміз. Бізде осындай тесто пайда болуы қажет. Енді бұны бетін жауып 2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Котлетімізді дайындаймыз. Фаршымызды, пиязымызды дәміне қарай тұз және қара бұрыш салып, осылай ұрғылау әдісі арқылы фаршымызды араластырамыз. Енді котлеттерімізге форма береміз. Қолымызға алып, осылай домалақтап жайып, пергамент қағазына орналастырамыз. Қуыруға оңай болсын деп осылай пергаментке орналастырамыз. Себебі майымызға салғанда осылай видеодағыдай етіп орналастырамыз. Өте тиімді және өте оңай әдіс. Қызарғанынша қуырып аламыз котлеттерімізді. Біздің қамырымыз дайын. Осылай жұмсақ болып көтеріліп шығады және қамырларымызды 90-95 граммнан бөліп алып, домалақтап пергамент қағазымызға орналастырып шығамыз. Бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Бізде жарты сағат өтті. Жарты сағаттан соң осылай жұмыртқамыздың сарысын жағамыз. Үстінен осылай кунжутымызды сеуіп шығамыз. Және қызып тұрған пешімізде 200 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Енді біз бургеріміздің соусын дайындайық. Соусымызға кетчупымызды, майонезімізді салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің соусымыз дайын. Енді біздің булочкаларымыз пісіп шықты. Қараңыздар, достар, осындай өте жұмсақ болып пісіп шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте оңай. Булочкаларымызды ортасынан бөліп аламыз. Қазір пісіп шықты. Буы бұрқырап тұр, қараңыздар. Түрі сондай аппетитный болып шығады. Енді булочкаларымызға соусымызды жағамыз. Оның үстінен салатный листьямызды орналастырамыз. Өз қолымызбен дайындалған керемет котлетімізді орналастырамыз. Помидорымызды, огурцымызды қалауыңыз бойынша пияз салсаңыздар болады. Оның үстінен сырымызды қойып, булочкамыздың келесі бетін орналастырып, үстінен осылай шпажка тығып қойып қоямыз. Ешқандай химиялы қоспасыз, ешқандай күмәнсіз, магазиндікіден 1000 есе артық, достар. Сіздер де жасап көріңіздер менімен бірге. Осымен біздің өте керемет үй жағдайындағы бургерлеріміз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің видеом сіздерге ұнап жатса, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаның белгісін басып, комментарий жазып, жылы лебіздеріңізді қалдырып кетіңіздер.